Барлықтарыңызға сәлем. В общем, қанша кадр кетті менде. Өстіп арасында влог түсіріп сіздермен бірге әңгіме айта отырайын. Өйткені тірлік істеп, жаңағыдай озвучка жасап, әбден үйреніп қалыппын. Мынандай видеоға мүлдем жаңағыдай алшақтап бара жатырмын. Сәл камерадан кішкене ұялып, бұрынғыдай смелый сөйлей алмай, сөздерді ұмытып қалатын болыппын. Сондықтан сіздермен бірге кішкене болса да кішігірім влог түсірген дедім. Негізі бүгін мен қалаға шығып келдім. Қаланда кішігірім түсіруге болатын еді, бірақ енді өзім бір емін еркін жүргім келді. Прям магазиндерді сондай кереметтай от души дегендей сондай немен аралап келдім. Сондай күшті аралап келдім. Негізі қасында ешкім жоқ. Негізі жалғыз өзім аралағанды көбінесе жақсы көрем. Қасымда адам болса да негізі былай жақсы. Оны да жақсы көрем. Бірақ көбінесе жалғыз өзім болғандықтан қазір үйрендім. Сондықтан өзім емін еркін жаңадай бір магазинге кірген кезде жарты сағат, бір сағаттай сол жерде біраз жүрдім енді. Ал қасында адам болатын болса, үйдегі қасында адамдар болатын болса, мысалға мен Алматыда ертіп баратын болсам, Алмат бізде көбінесе жаңағы өзін алатын затын алып алады да, одан кейін үйге қайттық, мама үйге қайттық, шаршадым, мына жерде ешқандай қызық жоқ деп ол уже үйге қайтқысы келеді. Ал содан кейін қасында адам солай айтып тұрғаннан кейін уже үйге қайтқым келіп кетеді. Кейбір кезде қасыңа құрбыңды ертесің, оны да тірлігі шығып қалады да, сонымен үйге тез қайтуға тура келеді. Сондықтан бір жол енді өзім жаңағыдай кеш батқанша, күн батқанша аралайын деп шешкен болатын, бірақ шаршап қалдым, мен жарты жолдан қайтып келдім деп. В общем, магазин араладым. Өзім косметикаларым таусылып жатқан болатын, сол косметикаларды алып қайттым. Бірінші негізі косметика магазиніне кірем деп ойлаған болатын, жарты жолдан тайып кеттім да, сонымен киімдер магазинін аралап, сөйтіп барып жоғары көтерілдім. Енді киім алған жоқпын, тек қана бас киім алдым. Бас киім ғана ұнады маған. Киімдер мүлдем ұнаған жоқ, барлығы скидкада, сондай арзан бағада, бірақ маған ұнаған киімдер болмағаннан кейін мен алған жоқпын, бірақ барлығын аралап шықтым. Киіп көрдім кейбіреулерін. Куртка ұнады, ашық түсті, ақ түсті куртка ұнады, бірақ алды мынандай ашық екен да, оған міндетті түрде шарф керек. В общем, алайын ба, алмайын ба деген екі ой болып тұрды. Оның үстінен қыста енді бітіп келе жатыр ғой, ендігі жылы қандай жаңағыдай мода болады, соған қарай алатын боламын куртканы. Негізі ақ түсінен, сондай ашық түсінен алсам ба деген ой болып тұр. Менде басқа банкоматный карточка бар, соған негізі ақша түсіп тұрады. Соның приложениясы мына телефонда. Бұл үйдегі интернетпен ғана жұмыс істейді. Бұда ешқандай жаңағыдай сим-карта бар, бірақ сим-картада жаңағыдай баланс жоқ. Сондықтан бұл интернетке кірмейді. Тек қана үйге келген кезде ғана мен тексеремін. Карточкада қанша ақша қалды, ақша бар ма жоқ па дегендей. Ал басқа банкоматный карточканың несі, ол өзімнің жаңа күнделікті түсіріп жатқан телефонда ол. Мынау менде енді бұл өзімнің жеке карточка. Мына жерде уже общий карточка. В общем, көрсетейін, көп сөйлеп кеттім ау деймін. Бірінші неге Синсейге кірдім, ол жақтан. Бірінші фикс прайсқа кірдім айтпақшы. Өзгеріп кетіпті, ішін кеңейтіп әдемілеп қойған, бірақ ол жерден де көп нәрсе көрген жоқпын. Ондай ұнайтындай нәрсе көрген жоқпын. Мен ол жерден тағы бірақ нәрсе алып шықтым да, қайттым ол жерден де. Кірген магазинімді айтайын, бұл бізде Вайкикиден андай шапкалар скидкаға түсіп жатыр. 3490 теңге тұратын шапка 2790 теңгеге осындай өзіме шапка алдым. Неге киіп көрсететін болам. Өзіме ұнады, жарасты осы шапка. Барлығын киіп көрдім. Барлық шапканы көңілін қалдырған жоқпын, арасынан осы бір шапканы алдым. Өзіме ұнады. Шапкаға мода қумайды ғой, енді кие бересің. Алмат қалайын дедім, Алмат енді ұната ма, ұнатпай ма деп. Қазір енді қанша деген подросток, олардың өзінің жаңағыдай несі бар, таңдаулар бар. Сондықтан ол жаққа кірген жоқ, оған алған жоқпын. Сенсейға кірдім, ол жақтан мынандай заколка алдым, мынандай. Өзімнің заколкам сынып қалған болатын, сондықтан тағы да мынандай заколка алдым. Бұның бағасы 1290 теңге. Мынандай бағасы бар ма?
осындай біреуін алдым. Сосын сенсейден мынандай не алдым, не деді, свеч алдым. Мынандай асқабақ түріндегі осындай свеч алдым. Сенсейде өте әдемі заттар қойып қойған. Маған ұнағаны темір қалыптағы контейнер, өте әдемі, керемет, бірақ бағасы да өте керемет, күшті. Бағасы, по-моему, 800 ба 900 ба тұрады ау деймін. Мынау сондай баға тұрады. Екеуінің бағасы қайсысы екен білмей қалдым ғой. Фикс прайстан мынандай жуатын мынандай гель алдым. Мынандай біреуін алдым. Одан кейін Рейский магазиннен өзіме косметикалар алдым. Өзімнің қолданып жүрген тоникім, мынандай тоник алдым. Өте жақсы, керемет. Бетіңізде ештеңе жоқ болса, осы жақсы көмектеседі. Бұл да сондай ештеңеге арналмаған құры әдемі тоник. Негізі бетіңді ылғалдандырады, бетің жақсы тазартады. Маған қатты ұнады. Мынау менде уже екіншісі. Мынау менде екіншісі. Одан кейін менде мындай SPF крем. Мынандай тағы да біреуін алдым. Тағы да осындай SPF крем алдым. Біреуін. Өзімдікі бітіп жатыр, жағына жерде тұрады ғой. Өзімдікі бітіп жатыр. Одан кейін мынандай BB крем алдым. BB крем ба, қандай крем еді? Осы тональный крем алдым. Мынандай аты қандай еді? В общем, атын ұмытып қалдым. Мындай біреу алдым. Осындай біреу алдым. Одан кейін сыворотка алдым. Сыворотка бұрындарды алған болатын. Бұрындары бірінші шыққан кезде бұны 9.000 теңгеге алған болатын. Қазір 5.000 теңгеге түсіп қалған ғой. Одан кейін мынандай бальзам алдым. Для губ. Бальзам алдым. Қазір бағаларын айтатын боламыз. Қателесіппін. Мынау бізде Skin Life сыворотка отбеливающий. Бұл бізде 7,5 теңге тұрады екен. Мен басқаша ойлап жүрмін. В общем, витамин менде бір штугы 1800 теңге тұрады. Мындай бальзам для губ. Мынау бізде тонер 3000 теңге тұрады. Мынау, по-моему, 5000 теңге ма, 6000 теңгенің арасында. Мынау 3000 теңге, по-моему, или 6000 теңге ма. В общем, бұл да мишон 3600 теңге тұрады екен мынау. В общем, 3600 теңге. В общем, осындай өзіме косметикалар алдым. Енді гельді мынандай түрін өзім бұрындар қолданған. Негізі жақсы шығар деген ойдамын. Тағы да өзімде гель бар. Барлығын бірге қолданатын боламыз. Мен көрсетші суретінде. Аймен күнді салыпты, келе салып сабақ оқып отыр. Тфай деп қойық әйтеуір. Соған қарағанда қатты тұрысқан ау дейме? Әпкелер. Істемесең одан да қатты тұрысады. Келе салып нелерін істеп отыр. Ана 100 жыл қолданбаған нелер, фломастерлер, қаламдар шықты мына жерге. Мен тастайын ба деп ойлап отырмын. Тастамау керек екен, оказывается, керек екен, әлі де қолданады екенбіз. Мына жерде алматын жаңағы клейтер, мынау разливной духи ғой. Иісі күшті. Наркотик. По-моему. Молекула. Екеуміз бірге барып сатып алған екенбіз ғой. Мына жақта тұр. Мынау өте күшті, керемет нәрсе. Инвалид бірақ бір. Әсіресе кішкентай балаларға автомат түрі де бар. Автомат түрі де бар негізі. Сәл апасының. Ол енді апасының өйткені кішкентай балалар қызыққа бетіп қолын салып жіберуі де мүмкін. Ол автоматически шайнайтын болады. Ал мынау ручной. Ел жағынан екі тас болады дейді, сол екі тас. Мынау ручной мінекей. Мынау жақсы. Ұшып барады маңдайын оқ дейді. Ой, түкіріп атыр ма? Шекесінен суырып алып. Күшті шығарды. Прямо ұнайды негізі шығарған. Прямо ондай керемет қып шығарды. И мынандай артынан төгесін мындай бұрайтын жері бар. Бұрап ашып төгесін. Сол баяғы пенал. Ішінде шағзат болады. Иә.
аса ондай көп қажетті заттары жоқ. Мынау қандай дәптер? Орыс тілінде сен не дәптердің сыртын толтырмайсың ба не? Ана орыс общий дәптер арнамайсың деді, новыйын арна деді. Әшейін дәптер арнайсыңдар деді ма? Енді бір проблема менде қоңыр бар ма? Бар, қоңыр бар, барлығы бар. Жерге барлығын жайып тастаған былайынан. Жерде жатыр дәптерлер. Жаман қатты оқып отыр бұл бала. Басында келдім. Алматы суретті күшті салып отыр. Сол қасына келіп шай ішіп тамақ ішіп болды енді. Алған загулканы тағып алдым басыма. Жақсы екен, жақсы қыстырады екен. Ұнады маған. Нені лампаны мына жерге қойып қойдым. Лампа құлайын деп жатыр. Не болды маған? Жаңа ғана әдемі тұрады ғой. Ал. Қырсығы батыр лампам. Тұрмайым. Жаңа ғана әдемі тұрады. Қайта-қайта қырсығы өзінше құлап отыр ғой бұл да. Айта бер әңгімеңді. Сөйтіп қазақ тілі ағай. Қазақ тілі ағай бір 9 сынып балаға бір сурет салғызған ғой. Енді бірінші точно ақшасын білмеймін, Абайдың сурет салғызған ғой. Айнытпай салғанда қолына 10 теңге сылап жүрген ғой. Қойш. Енді Мұхтар Әуезовтің суретін салып атам деп қойды енді. Салғызып жатырмын. Үлкен қылып па? Иә, А3 парақ қой. А3 парақ деген мынандайдан егеу. Сен цветной қылып бересің, сонда карандашпен ба? Карандаш. Просто карандаш. Карандаш парақ. Черно-белый ма? Енді қолына шейін қол тұр. Мынау не айда сары болмай ма? Ай тоқалдан туған. Сары болады ғой. Мен үшін ақ. Ақ мен үшін. Күннің айда не болатын? Түр. Түр? Мұрны, аузы, көзі? Салмадың ба? Налар қалай шығарады? Налар жақсы шығара ма? Мынау шығарыштар? Толып қала береді. Онша шығармайды. Мынау онша шығармайды. Мынау да онша шығармайды. Толып қала береді. Жоқ, мынау онша шығармайды. Нормально береді. Мынау шығара ма? Жақсы. Енді қарасың карандаш отырып бояпсың. Иә, бәрін бояп нағаш, бытшын шарпып салсың ғой, Жүргішпешейін. Неге бойып бересің? Не әдет оның бәрі? Қолыма шендесің. Жаман неге салған суретін көрсем, толық та біткен жоқ, мынау не? Айдың бетінен мынандай не сап қойыпты. Безеу шығып кеткен. Айттым ғой дедім. Маған күлді ғой. Күлді ғой маған кезінде бетіне беріп жүр. Нені айды көк түске қойын деп жатсың да? Жоқ, ай көп бол. Ай көп болған қашан көріп. Енді. Мынанда аспан көкке ойын деп. Бұлттарды ма? Аспан десе бұлттардың да деген. Бұлт көп болған. Түгелмен бойын деп жатсың да? Папамыз қыдырып кеттік далаға. Біз Алматы екеуміз қалдық. Осыны мен ыдыс-аяқ жуайын. Соң болды, азында ерте тұрамыз, қосымша болады. Сол үшін бүгін ерте жату керек. Кеше ерекше ерте жаттым, 12:30-да жаттым. Зато азында ерте тұрдым. Кешке таман негізі Алматпен көбінесе сөйлесіп отырамыз, сабағын қадағалап отырамын. Үлкен жігіт болса да сабағын қадағалам, өйткені қазір олардың нағыз сабақ оқымайтын кезі. Ең опасный кезі негізі сабақтан қашады дегендей. Сондықтан үнемі қадағалап отырамын. Қандай сабақтан қанша бал алды, солардың бәрін сұрап отырамын. Негізі кейін кезде жақсы бағалар алып отыр. Өзіне жаңадай үлкен уәде бергенбіз, соны алам деп өзі талпынып, жаңадай жақсы оқуға тырысып жүр. Күнделікті кешке таман өстіп екеуміз әңгіме айтып, сабағы қалай отыр, сол жақтарын сұрастырамын. Негізі мен сабағы нашарлап кеткен шығар деп ойлаған болатын. Жақында екеуміз күнделік, электронды күнделігін аштық. 90-ға қанша шыққандарын көрдім. Өте жақсы бағалар, ешқандай 3-те жаңада ешқандай екілік жоқ. Соған қуандым. Ішімнен үйде көп оқымайды. Сабақты дайындайды, бірақ оқымайды. Бұл қандай баға алып жүр деп өзім уайымдап жүрген болдым. Жоқ, барлық сабақтан жақсы баға алып жүр екен. Соған қуанып қалдым кәдімгідей. 4 пен 5 сабақтары өте жақсы. Одан кейін бұларда қазір еліктеушілік көп болады ғой. Сол еліктей ма деп көбінесе
алаңдайсың, сабағын тастап кетуі де мүмкін. Сондықтан күнделікті өйстіп қадағалап отыратыным бар. Енді сіздермен бірге үйді жақсы пылесостап алатын боламыз. Бұл пылесос менде негізі сыпыру процесі ретінде жүреді. Күнделікті пылесостап тұрмасаң тағы болмайды, өйткені біз жерге жатамыз. Алматта жаңағыдай жерге жатады, біз енді тем более жерде жатамыз. В общем, Алмат диванға жатудан бас тартты. Кейбір кездер болады, арасында қатты суық кезде жатпаса, былай жерде жатады. Үйдің іші ыстық, диван үсті ыстық деп қашады диваннан. Көбінесе жерде жатқанды жақсы көреді. Негізі кешке таман жақсылап пылесостап алуым керек еді, оған шамам жеткен жоқ, өйткені қаладан келгеннен кейін, біраз аралағаннан кейін аяқтарым шаршап қалды. Оның үстінен дайын тамақ болғаннан кейін тіптен жақсы болды. Ештеңе істеген жоқпын. Дайын тамақты жедік, соменен ерте жатып қалдық. Үйді сыпыру процесін ертеңге қалдырдым, соменен азанда ерте тұрдық, шайымызды іштік, майда шүйде тірліктерді істедік. Стирка бар дегендей, оларды жаңағыдай жуып, шайып, фазендадан келген қосымша стиркалар бар, соларды жуып, шайып, сөйтіп осылайынан үйді пылесостап алып жатырмын. Енді видеом аяғына келіп жетіпті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.